Мындай сәнді үйге киетін аяқ киім тоқитын боламыз. Ол үшін бізге мындай табан, біз жіп, иран жіп керек болады, қайшы керек болады. Ал енді бастаймыз. Мысалы, біз табанды таңдаған кезде табанның размеріне қараймыз. Мысалы, 40 размер дегенмен бұл маломерка болып келеді. Біз қазір мынандай қылып тоқыған кезде, айналдырып тоқыған кезде біздің оның размері бізге 39-38 размерлерге тура келеді. Себебі сіздің аяғыңызға 40 размер алды дегеніңізбен мына петелялардан бетіп тоқитын болсаңыз, бұның размері тағы да 38-ге келіп қалуы мүмкін. Бұлайша тоқымағанның өзі 39 размерге келеді. Ал енді бүгін мынандай сәнді үйге киетін аяқ киімді тоқу үшін тоқуды бастаймыз. Табанды мында әр петлядан екі рет өткіземіз деп көрсетейін қазір. Мына біріншісі. Өткізіп аламыз. Оны артық жіп тұра береді. Оны қазір арасына өткіземіз. Бірінші мынаны. Бірінші өтті. Ал енді екіншін тағы да өткіземіз. Бір петлядан екі рет өткіземіз. Екіншісі өтті. Сол кезде мына жіпті ортаға кіргіз жеремізді. Қайтып мына шығарамыз. Мына екінші петляға өтеміз енді. Екінші петляға өткен кезде бірінші мына қараңдар. Мына жіпті ортаға кіргіз жереміз. Сол кезде біздің жібіміз арасына кіріп кетіп, жұмысымыз әдемі көрінеді. Мына бірінші өтті. Мына екіншісі өтеді. Осындай болып айналдырып, біз қайтып осы жерге келіп тоқитын боламыз. Міне айналдырып тоқып алып келдік. Барлық жерін бет айналдырып, тура қайтып осы жерге келдік. Енді осы келген шетімізге бір рет өткіземіз осылай. Одан кейін жіпті бір айналдырып, кейінгі неге кіргіз шығарамыз. Бір кіргіздік. Екеуін шығарамыз. Одан кейін тағы да біреу шығарамыз. Тура өсіп кейінгі жерінде қайталай береміз. Бізде қазір төртеу тоқылды. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Осындайдан мына жерге дейін 14 қып тоқитын боламыз. Міне бізде 14 болды. Санасында біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Енді болған жерімізге бір өткізіп аламыз крючоктан. Осыны айналдырып, енді тура екінші қарама-қарсы беттен қайтып тоқимыз. Крючокты бір айналдырып аламыз.
біз 8 қатар тоқып алдық. Не санаймыз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-ші қатар тоққаннан кейін енді ақ жіптен 6 қатар тоқимыз. Ол үшін біз қазір сегізінші қатарына ілмекті іліп қойып, мына жерінен қырқып аламыз. Қырқып алып, ақ жібімізді мынаған байлаймыз. Жеке байлаймыз. Біз 2 жіппен тоқып атқан екен. Сөгізде жеке байласақ, арасында білінбей кетеді. Егер біреуін бәрін бірге байлай салсаңыздар, ол ірі болып көзге бөлек көрінеді. Не біз іліп алдық. Ал енді осыны жәндейді бір тоқып яғымызды аударамыз. Мына екінші бетіне аударып аламыз. Екінші бетіне аударып алғаннан кейін немізді бір айналдырамыз жібімізді. Одан кейін екінші қатарға ақ жіппен бастаймыз. Бір өткіземіз. Одан кейін екінші өткіздік. Екіншінен де бір айналдырып аламыз. Үшінші қатарға кіргіземіз жіпті. Бір өткіземіз. Кейінгісін 2 өткіземіз. Тура өстіп тоқылды. Біз 8 қатар болса, қызылы ақты біз 6 қатар қыламыз. Бір айналдырамыз. Тағы да екінші айналдырамыз. Осы арқылы біз мына басқа дейін қазір тоқып шығамыз. Ал енді мына басқа дейін тоқыдық. Тура осы бірінші қатар болса, мына енді ақтың екінші қатар біріне өткізіп аламыз. Мына бетке айналдырып алып, ілмекке бірінені өткізіп шығарамыз. Бірінші екеуін шығарамыз, одан кейін біреуін шығарамыз. Тура солай мына екінші қатарды тоқимыз. Біреуін шығарамыз, екеуін шығарамыз. Осылай біз мынада ақтан 6 қатар тоқып шығамыз. Мына басын ақты 6 қатар тоққаннан кейін, бұны да қайшымен қырқып шығарып тастаймыз. Сөгіп кетпеу үшін. Енді екі басынан әдемілеп мына жағынан, мына жағынан басқа дейін тоқып шығамыз. Екі шеті мына жерге дейін қып-қызыл қылып, әдемі қылып бекіттіріп тоқып шығамыз. Ол үшін тоқылған шеттен кейінгі неден ілмекпен, крючокпен жіпті шығарамыз. Осы жерден қайтып жіпті бір айналдырып алып, қайтып бетіп шығарамыз. Жаңағыдай мына жіпті арасына қосып жібереміз. Енді мына қатардан, әр қатардан бір-бірі өткізіп, ана басқа, мына басына дейін тоқып шығамыз.
мына басқадан полный бүйтіп тоқып шықтық. Енді осыны осы жерден қайшымен қырқып тастаймыз. Енді осының екінші мына қатарды өсіп тоқып шығамыз. Енді міне екі жағын бірдей қылып тоқып болғаннан кейін осыны крючокты мына жіпті басында тоқығанымызды мына жаққа бүйтіп айналдырып тоқимыз. Ол үшін мына жерден есептемеден 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тура осы қатардан екі жағын бірдей қылуды ұмытып кетпеңіздер. Осы жерден айналдырып, мынаны тоқып, осы жерде өтіп тоқып шығамыз. Айналдырып мына жерге дейін. Енді мына ақты мына жерін бекіттіріп болған екен, мына аралықтан 4 қатар тастап, 5-ші қатарға мына жіпті қайтып тоқитын боламыз. 5 қатар тоқимыз. Мына бірінші қатар міне. Екінші қатар. Үшінші қатар. Төртінші қатар. Мына 5-ші қатар. Осы 5 қатар болғаннан кейін мына жаққа қайтып айналдырып бір рет жүргізіп шығамыз өзін. Одан кейін тағы да артқа қайтамыз. Тура 5 қатарды өсіп, осы жақтан қайтып тоқып шығамыз. Бесеу. Міне, 1, 2, 3, 4, 5. 17 қатар қылып тоқимыз. 17 қатар қылып тоққан екен, бас жағын. Енді мына бас жағына біріктіреміз. Мына сияқты 4 қатар тастап кетіп, мына жерден мына аралықтан қосып біріктіріп шығамыз. Міне біз тоқып біріктіріп болдық екі жағын. Енді осының бетін сәндеу үшін біз мынандай қылып крючокпен тоқып, осыны аяқ киімнің домашнийдің бетіне тікетін боламыз. Ол үшін бізге ине жіпті аламыз. Әр шетінен іліп, қозғалып кетпеу үшін. Міне шебер ханшайымдар, өстіп бетіне гүлді тоқып, мына үшеуін алдына іліп қоямыз. Астының қысын екеуіне іліп қойып, осындай сәнді
аяқ киім үйде өздеріңізге тоқып алуларыңызға болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.